Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі математика сабағынан өтетін тақырыбымыз 142-ші сабақ ішкі жиын. Ауаның құрамындағы су. Сендер бұл сабақта сандар жиынының ішкі жиынын құруды үйренесіңдер. Су ауаның құрамында су буы түрінде кездеседі. Су буы жер мен көктің арасында айналысқа түсіп отырады екен. Енді бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттерге қара, оларда не бейнеленген? Оларды қандай екі жиынға бөлуге болады? Қане ойланып көрейік. Иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Бірінші жиын киімдер жиыны, ал екінші жиын табиғи құбылыстар жиыны. Енді балалар жиын туралы бұрынғы өткен білімдерімізді еске түсірейік. Бүгін біз жиын және оның элементтері туралы ұғымды қайталайық. Сандар жиыны берілсін. Осы жиынның элементтері арасында ортақ не бар деп ойлайсың? Дұрыс, бұлардың барлығы бір таңбалы сандар. Ендеше, бұл жиын бір таңбалы сандар жиыны деп аталады. Ал жиынның элементтері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және олар А жиынына тиісті болсын. Ал 10, А, 55, 123 және 1000 А жиынына тиісті емес. Жазуларды мұқият қарап шық. А жиынына 89 саны, С әрпі, 17 саны және жұлдызша тиісті. Б жиынына 305, 28, 89 және жұлдыз элементтері тиісті. Осы жиындарда ортақ элемент бар ма? Дұрыс, екеуіне де ортақ бірдей элементтер бар. Ол 89 саны мен жұлдыз. Бұл жиындардың қиылысуы деп атайды. А жиынына да, Б жиынына да тиісті элементтерден ғана тұратын жиынды А және Б жиынының қиылысуы деп атайды. Әрбір элементі А немесе Б жиындарының кем дегенде біреуіне тиісті болатын жиын А және Б жиындарының бірігуі деп аталады. Жиындардың бірігуі мына символмен белгіленеді. А және Б жиындарының бірігуімен пайда болған элементтер 89 саны, С, 17, 305, 28 және жұлдыз. Жиындарды қарастырайық. Оның элементтерін атап өтейік. Б жиынының элементтері шаршы, үшбұрыш, түзу сызық және кесінді. Ал А жиынының элементтері дөңгелек, тік төртбұрыш және бесбұрыш. Б жиынының элементтерін А жиынының да элементтер деп атауға бола ма? Иә, болады. Себебі олардың барлығы геометриялық фигуралар. Егер Б жиынының әрбір элементі А жиынына тиісті болса, онда Б жиыны А жиынының ішкі жиыны деп аталады. Олардың арасына мына символ қойылады. Егер Б жиыны А жиынының ішкі жиыны болмаса, онда олардың арасына сәйкесінше мына белгі қойылады. Енді балалар оқулығымыздағы екінші тапсырмаға назар аударайық. Жиындарға қара, оларға атау бер. Екі жиын элементтерінің ортақ қасиеттерін анықта. Оларды қалай бейнелеп көрсетуге болады? Қане мұқият қарайықшы. А жиынында 4, 2, 8, 6 сандары бар. Бұл жиынға атау беріп көрейік. Иә, дұрыс айтасыңдар. Оннан кіші жұп сандар жиыны. Ал В жиынына қарайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни бұнда оннан кіші барлық сандардың жиыны деп ат қоюға болады екен. Енді
Қалай ойлайсыңдар, осы екі жиынға қандай ортақ қасиет бар? Бұл екі жиында қайталанып тұрған сандар бар. Яғни бірінші жиын түп түгеліменен екінші жиынның ішіне кіреді. Яғни А жиыны В жиынының ішкі жиыны болып табылады. Оны біз тиісті деген белгіменен белгілейміз. Және А жиыны В жиынына тиісті деп оқылады. Жақсы, бос жиын дегеніміз не? Келесі суретке қарайық. Әр жиында қанша элементтер бар? Көкөністер, жемістер, сусындар жиынына жатқызайық қане. Көкөністер жиынына қызанақ, сәбіз, қияр, жуа, бұрыш, картоп, орамжапырақты жатқызуға болады. Ал жемістер жиынына алма, алмұрт, ананас, бананды жатқызуға болады, Ал сусындар жиынына ше? Сусындар жиынына ешқандай элементті жатқызуға болмайды. Яғни, бұл жерде сусындар жиыны бос жиын. Бос жиын кез келген жиынның ішкі жиыны болып табылады екен. Оқулығымыздағы үшінші тапсырмаға қарайық. Олардың элементтерін атайық. Екі жиын элементтерінің ортақ қасиеттерін анықтайық. Жиындардың қайсысы ішкі жиын? Екі жиынның қатынасын, тиісті белгісін пайдаланып жазыңдар дейді. Қарайық қане бірінші суретке. А жиынының элементтері қыран, бүркіт, құмай. В жиынының элементтері қыран, бүркіт, торғай, құмай және бұлбұл. Қалай ойлайсыңдар? Осы екі жиынның ортақ қасиеттері бар ма? Дұрыс айтасыңдар. А жиыны В жиынының ішіне кіреді екен, Яғни А жиыны В жиынының ішкі жиыны болып табылады. Оны бұлай жазамыз екен. Және А жиыны тиісті В жиынына деп оқимыз. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма, балалар? Егер түсінікті болса, оқулығымыздың 142-ші сабағына сәйкес жұмыс дәптеріндегі 142-ші сабақтың бетін орындаймыз.